10 мың шаг жүруді алмастырады, 5-6 километр жүгірістің орнын алмастырады, және де бұл аяғыңызға мына сердечно-сосудистый тыныс алу жолдарына, омыртқаларыңызға, буындарыңызға керемет пайдасы бар техника. Бұны жасамастан бұрын денені әбден қыздырып аламыз. Сондай-ақ артрит, артрозға арналған жаттығуларды көп адамдар сұрайды, аяқтардың. Осы видеоның төменіне сілтеме жасап кетемін. Ендеше жаттығуға көшейік. Басты жаттығуға көшпестен бұрын денені қыздырып аламыз. Ол үшін қазір менімен бірге 20 рет аяқты аштық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Денені қыздырып алдық. Енді денені белді. 1, 12 рет, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Керемет. Иықты айналдырамыз. 5 рет алға, 1, 2, 3, 4, 5. Артқа 1, 2, 3, 4, 5. Енді басты жаттығуға көшеміз. Қазір менімен бірге 1 минут жасайсыздар. Бұл жаттығуды жалпы 5 минут, 10 минут күнде жасауға болады. Бұның ерекшелігі ең бастысы тыныс алуыңызға өте мән беру керек. Басында қиын болады, бірақ артынан жайлап күнделік жасау арқылы үйренесіз. Бүткіл ішкі ағзаларыңызға, аяқ буындарыңызға керемет жаттығу. Өкпе, жүрек, ең бастысы жүректе, жүрекке, басыңызға, миға кислород барады. Керемет жаттығу. Егер 10 мың шақ жүруге қолдарыңыз тимей жатса, немесе жүгіруге үйде домашний условиеде үй жағдайында жасауға болады. Ендеше осылай тұрдық. Қолды жүгіргендегідей алдық, бек на месте. Бұның ерекшелігі 4 рет демді аламыз, 4 рет жібереміз. Қазір 1 минут менімен жасайсыздар. Керемет. Осылай күніне 5 минут, 10 минут жасасаңыз, керемет нәтижелерін сезінесіз денеңізде, ішкі ағзаңызда 1 аптадан кейін. Болғаннан соң міндетті түрде созыламыз. Осылай 30 секунд, 1 минут міндетті түрде созылу керек. Жай жібереміз. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Аман болайық.